Қайырлы кеш, қыздар. Сіздерге уәде еткендей, жатырішілік серіппе, яғни спираль жайында сіздерге семинар өткіземін деп айттым. Жүктіліктен сақтанудың тәсілінің бірі бұл жатырішілік серіппе, яғни внутриматочная спираль. Ол жалпы не үшін орнатылады, қалай әсер етеді, қалай жүктіліктен сақтайды, және келесі жүктіліктерге әсері бар ма, және ол жүктіліктен қалай қорғайды, қорғану механизмі қандай түрлері бар, сол жайында қанша жылға қою керек, қашан алу керек, қашан келесісін орнату керек, жалпы осы сұрақтар бойынша сіздерге тегін семинар өткіземін деп уәде еткен болатынмын. Әдеттегідей сұрақтарыңызды біздің WhatsApp чатқа, тіркелмегендеріңіз тіркеліп, WhatsApp чатқа өздеріңіздің номерларыңызды жіберсеңіздер, мен сіздерді тіркеп қоямын. Сол чат арқылы сіздер маған сұрақ қойып, тікелей эфирде сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Кішкене дауысын басып қояйық. Сонымен кеттік презентацияға. Қазір бір минут, қыздар, техникалық кішкене ақау бар болып тұр. Қазір бір минут, қыздар. Кішкене менде техникалық ақаулар болып тұр бүгін. Оған кешірім өтінемін. Неге менің презентациям жарыққа шықпай тұр? Қыздар, маған кері байланыс керек болып тұр. Сіздер менің презентациямды көріп отырсыздар ма, жоқ, мені көріп отырсыздар ма? Кім мені көріп отыр қазір тікелей эфирде? Тезірек чатқа жазып жіберсеңіздер, не көріп отырсыздар? Мені көріп отырсыздар ма? Менің дауысым қалай естілуде? Маған тез-тез сіздерден кері байланыс керек болып тұр. Мені көріп отырсыздар ма, или менің презентациямды эфирде көріп отырсыздар ма? Кімді көріп отырсыздар? Маған сол керек болып тұр. Маған байланыс, кері байланыс, қыздар. Кеттік. Кеттік, қыздар. Жатырішілік серіппе, қыздар. Спираль деген, біз өткен семинарымызда анатомияны қайталаған болатынбыз. Жатырдың денесі, жатырдың цервикальный канал, жатыр мойны және қынап. Мынау жатырішілік серіппе, примерно жаңа сурет күйінде көрсетілген. Көріп тұрсыздар, Т-образный, Т тәрізді серіппе. Оның түрлері болады, міне көріп тұрсыздар, мыс, мынау ішіндегі темірлер, металдар мыстан жаратылған болуы мүмкін, немесе күмістен немесе алтыннан жасалған болуы мүмкін. Ал мынау тұрғандары бұл серіппе, тоже жатырішілік серіппелер. Яғни оның өте түрі көп. Негізі механизмі қалай ол жүктілікті сақтайды. Жүктіліктен осы мыстан, не болмаса алтыннан жасалған, күмістен жасалған металл қоспалары бұлар жатырдың ішінде қышқыл орта түседі. Ал білесіздер, сперматозоидтар бұлар сілтілі ортада өмір сүргендіктен, қышқыл ортада өмір сүре алмайтындықтан, қышқыл ортада былайша айтқанда өз тіршілігін жойып отырады. Екіншіден, көріп тұрсыздар, мына жерде жатыр түкшелері бар. Соларды да өзінің иіндерімен, иықтарымен бітеп тұрғандықтан, көп жағдайда мынау спиральдің жатыр түтікшелерді бітеп тұрғандықтан, влагалищеден түскен сперматозоид ары қарай трубамен өтіп, аналық ұрық безімен кездесуіне бөгет жасайды. Сондықтан көп жағдайда спираль ең бір қарапайым түрлердің бірі.
Және егер қисаймаса, дұрыс тұрса, өзінің функциясын жақсы атқарады, яғни жүктіліктен сақтау өте жақсы. Қалай орнатады спиральді? Көріп тұрсыздар, мынау макет. Қалай орнататынды? Проводник болады, яғни ұзын бір таяқшасы. Сол таяқшаның бойымен жаңа спиральді жатырдың ішіне кіргізеді. Сөйтіп жатырдың бойында спираль орналасып тұрады. Так, кішкене үлкейтейін, сіздерге көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ па? Сіздерден что-то кері байланыс болмай жатыр. Спиральдің түрлері, қандай түрлері болады? Ешкім что-то сообщение жазып жатқан жоқ, қыздар, тікелей эфирде. Спираль кольцообразный, сақина тәрізді түрі болуы мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай, оның формасы сақина тәрізді. Ішіндегі жаңа жүктілікті сақтайтын қышқыл орта түсетін металл қоспасы ол да жарты ай тәрізді формада. Бұл спиральдардың артықшылығы дәл осы спиральдерін енгізген кезде бұлардың түсіп қалу қаупі аздау болады. Өйткені формасы дөңгелек, мынау цервикальный каналдан мысалы Т-образный түсіп қалу қаупі жоғары болатын болса, ал жаңа дөңгелек кольцообразный дедік қой, дөңгелек формалы спиральдің түсу қаупі өте аздау болады. Және оның әрқайсының жібі болады, көріп тұрсыздар, жіпсізде спиральдар болады түрлері. Әрине оны қазір түсіндіріп айтамын, слайдта тағы да көрсететін боламын. Ал мынау Т-образный спиральдар және кольцообразный спиральдің де жіпшелері болады. Бұл жіпшелер ертеңгі күні әйел бір жылдан кейін, 2 жылдан кейін бала босанғысы келген кезде алып тастауға болады. Және өзінің срок өтеді бізде, кез келген спираль 5 жылдан артық тұрмауы керек. Т-образный спиральдарды біз 3 жыл деп айтамыз. Сондықтан өзінің мерзімі келген кезде ауыстыру үшін, мына жіптен тартып суыру үшін жібі қалдырылып отырады. Яғни оның формаларына тоқтап жатырмыз. Дөңгелек кольцообразный формасы бар, Ф-образный мынандай формасы бар, иықтары специально, чтобы көрдіңіздер, мынау жаңа қышқыл түсетін металы бұның ортасында болады. Екі иіні жатырдан түсіп қалмас үшін осындай кетір-кетір күйінде жасалған. Мынау Т формасында, Т-образный, Т әрпіне ұқсайды. Оның да контейнер қышқыл түсетін металы ортасында ғана. Осындай түрлері болады. Және ең басты ең қымбат спиральдардың бірі бұл Мирена деген спираль. Ол немен ерекшеленеді? Ол да осындай формада, бірақ оның ортасында контейнер бар. Бұл контейнерде гормондар болады. Осы гормондардың бөлінуі арқылы ол әйелге емдік жаңағы емдейді. Ол нені емдейді? Көрдіңіздер ме? Тура иығы мен жатыр түтікшелерін жауып тұр. Яғни сперманың жатырға кіріп қалған күннің өзінде де мына жерде қышқыл ортада өлу керек. Сосын трубаға қарай ары қарай өте алмай қалу керек. Механикалық бөгет болады, өте алмай қалады. Сондықтан иығы мен жатыр түтікшелеріне жауып тұрады. Ал контейнердің ішінде жүктіліктен сақтайтын қышқыл орта түзумен қоса бұл жерде гормондар болады. Ол гормондар миома, эндометриоз сияқты жатырдың ауруларын емдеуіне ықпалын тидіреді. Және Қазақстанда осындай гормоны бар спиральдардың бір-ақ түрі бар. Ол Мирена деген спираль. Бағасы өте қымбат. Және бірақ миома, жаңағы эндометриоз сияқты ауруларды емдейді, әрі жүктіліктен сақтайды. Так, келесі бізде қарап отырсаңыздар, міне кейде айтып жатады ғой, спиральдің үстіне көтеріп қалдым, спираль маған көмектеспейді деп. Міне тура осындай жағдайларда спираль көмектеспейді. Спиральдің түбі жатырдың түбіне жетіп тұрған жоқ. То есть спираль өзінің қызметін атқармайды. Сосын етеккірі ұзақ келетін болады. Өйткені спиральдің түбі тура мына цервикальный каналға түсіп кеткендіктен осы жерде қан тамырлар, білесіздер, мен всегда айтамын, жатыр мойнында қан тамырлар өте көп. Осы қан тамырлар тітіркендіргендіктен өте көп қан кетеді. Белі ауырып, әйелдің қатты ауыр сезімі болады. Сосын УЗИ-де қараған кезде спиральдің жылжып кеткендігін көреміз. Бұндай кезде спиральді алып тастап, противовоспалительный, яғни қабынуға қарсы жақсы бір ем алып, жатырды кішкене демалдырып, содан кейін қайтадан спираль салсақ болады. Көріп тұрғандарыңызда мен жаңа айтқан мынау жіпшелері усики деп айтады. Ол ешқандай усик емес, осы жатыр спиральның кейін шығаруға арналған жіпшелер. Яғни мынау біз астына кірген кезде жатырдың ішіне кіре алмаймыз. Сондықтан мына жіпшелерден ақырын тартсақ, мына спираль шығады.
Енді жүктіліктен сақтанудың осы спираль әдісі өте тиімді. Неге десеңіздер, оны бір рет салып қояды, және күнде қолданудың қажеті жоқ. Әсіресе тұрмыстағы әйелдерге өте ыңғайлы, жаңағы өзімен бірге қайда барса да. Сосын көп қаржыны талап етпейді, яғни бір салып қойса, қалыпты жағдайда енді ең бір қарапайым түрі 3 жыл, ал көп түрі жаңағы дөңгелек түрлері, дөңгелек формалары, бұлар көп жағдайда 5 жылға жарайды. Сондықтан 5 жылға жарайды, әрі экономикалық тұрғыдан, бюджеттік жағынан, әрі әлеуметтік жағынан, яғни әйел ұмытып кетпейді. Мысалы, дәрі ішіп жүретін болса, ұмытып кету қаупі болады әрдайым. Ал мынау спираль, бұл қайда барса әйел өзімен бірге жүреді. То есть жүктіліктен сақтанудың ең бір қарапайым әрі оңай түрі. Бірақ өкінішке орай көп әйелге жақпай, біраз әйелге жақпай қалуы мүмкін, өйткені мен айтқандай, жатыр бұл бұлшық орган. Ол мысалы 3 килограмм, 4 килограмм болып өскен баланы осы жатыр жиырылу арқылы қуып шығатындықтан, мына спиральді қисайтып жіберу, я болмаса былай осылай ығыстырып түсіріп жіберу, бұл жатырға ойыншық. Сондықтан жатыр мынау спиральді ығыстырып түсіріп жіберу әбден мүмкін. Осындай қисайып қалған кезде әйелдер кейде білмей де қалуы мүмкін. Сосын спиральдің үстіне көтеріп қалдым деп айтып жататын. Сондықтан спираль орнатқаннан кейін сол үшін гинекологқа жиі барып тексеріліп тұру керек. Спираліңіз қисайып қалған жоқ па, немесе спираліңіз ығысып төмен қарай түсіп қалған жоқ па. Тіпті кейде мынау спираль полностью өзі-ақ түсіп қалады, әйел кейде білмейді түсіп қалған спираль бар деп жүреді. Bir күні тексеріске келген кезде, УЗИ өткен кезде қарап отырсақ, спираль жоқ болады. Спиральдің жаңа мен айтқандай контейнері болуы мүмкін. Қазір мынау бір слайдқа қайтып келейік. Бұл гормон содержащий Mirena деген спираль. Оның ішінде мына жерде гормондар болады. Осы гормондардың әсерінен бұлар аз мөлшерде ай сайын күнделікті бөлініп тұрғандықтан, жаңа миома, эндометриоз деген аурулар, бұлар гормонға тәуелді аурулар. Яғни олардың кері дамуына, ары қарай кішірейіп кетуіне ықпал етеді осы гормон. Сондықтан, мысалы, операция жасауға болмайтын жағдайлар кезінде, жатырды сақтап қалу мақсатында, миомаларды немесе операцияның алдында қатты үлкен болса, миомаларды кішірейту мақсатында кейде осы Mirena спиралін қолданады. Өте жақсы спираль, бірақ бағасы өте қымбат. Сосын мына жерде мен көрсеттім, олардың спиральдің әсері бұл қышқыл орта түсу, металдар. Яғни мына жерде мыс болуы мүмкін, күміс жылатылған болуы мүмкін, немесе алтын жылатылған болуы мүмкін. Әрине, мыс немесе күміс немесе алтын болғанына байланысты бұл спиральдердің бағасы да әртүрлі болады. Яғни ең қымбат әрине алтын, одан кейін күміс, одан кейін мыс. Бірақ бұл әйелдер жаңағы алтын орнатса, әрине ол инфекцияға қарсы бактерицидтік әсер сонда көрсетуі мүмкін. Бірақ көп жағдайда жүктіліктен сақтауға ондай бір қатты ықпалы жоқ. Бірақ ертеңгі күні жатырда воспаление болмас үшін әрине күміс пенен алтын түрлері өте жақсы, ал мыс түрлері де жүктіліктен өте жақсы қорғайды. Сондықтан экономикалық тұрғыдан мыс түрлеріне қолдана беруге болады, әбден жақсы. Дөңгелек түрін түсіндіріп айттым, бұлар түсіп қалу қаупі аз болады. Және мына слайдқа енбей қалыпты, спиральдің жаңағы Q-образный, тура мынау сияқты спиральдің бір түрлері болады. Ол жерде яғни мына жіпшелері болмайды спиральдің. Оны жаңа спиральдің Қытайлар ойлап шығарған, өйткені білесіздер, Қытайда бір баладан артық тууға болмайды. Контрацепция өте жақсы дамыған мемлекеттердің бірі. Әйелдер мына жіптен тартып өздері суырып тастамас үшін жіпсіз спираль ойлап тапқан олар. Мындай жібі жоқ. Оны шығару әрине кішкене күрделірек. Крючок деген препаратпен, инструментпен шығарамыз. Крючокпен тартып тұрып шығаратын кезде. Және ең жақсысы оның мынандай жерде контейнер болады. Ол контейнерде антибиотик болады, эндометацин деген. Ол жатырдың қабынуына қарсы. Спираль, мысалы, жатыр қабынса, айттым ғой, жаңа спиральді қисайтып жібереді, немесе ығыстырып шығарып жібереді. Сондай болмас үшін эндометацин, яғни воспаление болмас үшін маткаға антибиотик беріп емдеп тұрады. Онда жаңағы сондай спиральда болады. Майку деп аталады олар. Олар Қытайдың спиральдары, Қытайлар ойлап тапқан спираль. Енді
Мына Ф формалы спираль деп айттық қой да, осыларда өте жақсы түсіп қалу қаупі өте аз, өйткені көріп тұрсыздар, мынандай кедірлері бар. Сосын өте дөңгелек түрлерде өте жақсы тұрады. Т-образный спиральді егер жатыр қабынбаған болса, онда оларда жақсы тұрады. Сосын жатырда ешқандай асқыну болмас үшін, жүктіліктен жақсы сақтану үшін міндетті түрде спираль салардың алдында өзінің арнайы зерттеу әдістері бар, тексеру әдістері бар. Соларды егер өтіп барып спираль салсаңыз, спиральдің қисаю, ығысу қаупі төмендейді. Қандай тексеріс әдістері? Яғни спираль салардың алдында міндетті түрде мазок тапсыру керек. Мазок на онкоцитологию және мазок на степень чистоты влагалища. Егер воспаление болатын болса, соны емдеп барып салу керек. Егер воспаленный фонға қабынып тұрған жерге салып жүрсек, жатыр оны ығыстырып шығарып жібереді. Немесе тұрған күннің өзінде де спираль өзінің қызметін дұрыс атқара алмайды. Тағы да сосын УЗИ өтіп тұру керек. Спиральдің жаңағы ығысқан ығыспағандығын сырт көзбен қарай алмаймыз, өйткені жіпті ғана көреміз, спираль тұрғанын білеміз, бірақ оның ығысқан ығыспағанын білу үшін УЗИ әдісі көрінеді. Егер УЗИде оның ығысып кеткендігін, яғни кейде цервикальный каналдың ішінде болады, қынаптың ішінде де тұрғанын көреміз. Ол кезде міндетті түрде алып тастап, жатырды емдеп, қайтадан мазок тапсырып, қайтадан осы спиральді орнату керек болады. Енді өте қарапайым, әйелдің денсаулығына ешқандай қарап тұрсаңыздар бір зияны жоқ. Спиральді салдырған кезде ешқандай бір зияны жоқ. То есть ертеңгі күні біраз жылдан кейін бала босанғысы келсе, спиральді қайтадан алдырып тастай салады, жібінен тартып. Ол өзі жоқ, өзі жоқтың көзі жоқ, ешқандай әсері жоқ. Яғни ол өзіндігінен көтере алады. Кейбірде жалған пікір бар. Бір бала туғаннан кейін бірден спираль салдырсам тумай қалады екен деп, бірақ ондай ол жалған пікір. Себебі спираль бар кезде ол әсер етеді, спираль жоқ кезде ол әсер етпейді, жоқ. Демек, оның басқа бір себеп болуы мүмкін. 2-3 жыл мысалы сақтанып жүретін болса, 2-3 жылдың ішінде басқа бір өзгерістер болуы мүмкін, сол себепті көтере алмаған болуы мүмкін. Бірақ көп жағдайда оны спиральмен байланыстырады. Кейбірде прям кеңес беріп жатады, ой, бір бала туғаннан кейін спираль салдырсам, көтере алмай қаласың деп. Ондай кеңес ол жалған пікір. Ол спираль тұрса, осы жерде жатырдың ішінде ол әсер етеді. Егер ол жоқ болса, әсер етпейді. То есть бұл ішке орнатылған бірдеңе емес, бөтен зат жатырдың ішінде тұрады, ықпал етеді, әсер етеді. Жоқ болса, әсер етпейді. Сондықтан спиральдан қорқудың ешқандай қажеті жоқ. Егер бір қандай да спираль салғаннан кейін гинекологқа тексеріліп, УЗИ өтіп тұрасыз, спираль 3 жыл мен 5 жылдың арасында сізді жүктіліктен сақтайды. Бірақ кейде жаңа спиральдардың қисаюына байланысты, іште дұрыс тұрмауына байланысты бала көтеріп қалған күннің өзінде спиральді алдырып тастаудың қажеті жоқ. Өйткені спираль тартқан кезде жатырға бекінген ұрықты бірге шығарып выкидыштың себебі болып кетуі мүмкін. Сол үшін бала туған кезде жатыр үлкен болып созылады. Баланың жолдасын туған кезде спираль көбіне бірге шығып жатады. Ондай сәттер өте көп, сол үшін қорқудың қажеті жоқ. Бұл спираль бала босанған кезде бірге түсіп кетеді, егер спиральдің үстіне көтеріп қалып жатсаңыз. Жалпы спираль жайында айтайын деген осы. Что-то сіздерден сұрақ болса, кәне көрейік, сұрақ жоқ сияқты, бәрі түсінікті деген оймен бүгінгі семинарды онда мен аяқтаймын. Сау саламат болыңыздар. Осы видеоны көріп, егер ұнаған болса, лайк басып бөлісіңіздер және комментарий қалдырсаңыздар болады. Келесі семинарда қандай тақырыптарды қозғағанды жөн санайсыздар? Қандай тақырыптарда семинар өткізгенді қалайсыздар? Жақсы, онда сау саламат, келесі кездескенше сау болыңыздар.